Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі тәрбие сағатымыз білім саласының ардагері, білікті басшы болған Уәли Төрәлиевтің 100 жылдығына арналған ұлағатты ғұмыр сабақтастық толқынында еске алу кездесуі. Уәли Төрәлиев атамыз 1920 жылы 15 қараша айында Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қараөзек ауылында дүниеге келген. 1931-40 жылдары Қармақшы ауылындағы орта мектепте оқып, білім алған. 1940-1942 жылдар аралығында Ақтөбе қаласындағы мұғалімдер институтында оқыды. Еңбек жолын 1938-1945 жылдар аралығында ер жеткен азаматтардың сауатсыздығын жою жөніндегі мұғалімі, оқу жұмысының меңгерушісі, мектеп директоры болып қызмет атқарады. 1945-1951 жылға дейін Қазақстан Компартиясы Қызылорда облыстық партия комитетінің лектор тобының жетекшісі болып қызмет атқарады. 1951-1963 жылдары аралығында Қызылорда облыстық партия комитетінің мектеп бөлімінің меңгерушісі болды. 1961-1963 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы Қазалы аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазалы аудандық халық депутаттары атқару комитетінің төрағасы болып қызмет атқарды. Ал 1963-1983 жылдары 20 жылдан астам Қызылорда облыстық халық ағарту бөлімінің меңгерушісі болды. 1983 жылы республикалық дәрежедегі зейнеткер. 1944 жылы Коммунистік партияның мүшесі. 1961 жылы Қазақ АКСР-ның, 1971 жылы КСРО-ның үздік ағартушысы деген атаққа ие болды. Уәли Төрәлиевтің шәкіртіңе өз жаныңның бір бөлшегін сыйламай, жақсы мұғалім бола алмайсың деген қанатты сөзі бар. Адамды адам ететін екі ұя бар. Бірі отбасы, ата-ана, екіншісі мектеп және ұстаз. Бір сөзбен айтқанда, адам екі ұяға қалыптасады. Бірі отбасы, екіншісі мектеп және ұстаз. Ұстазға тағзым. Ғылымда білім деген бәйге алған, Есен Дархан Ақбелді Қайранжан өмір жолын өнегемен өрнектеп ұстазына айналған. Ұрпағын таудай қорған қамалнық, жанға жиған қазынасы адалдық. Білім беру саласына сіңірген еңбегінің өлшеусіз ғой, ғаламдық. 100 жылдық аясында ұйымдастырылған өмірі өнегелі дана ұстаз тақырыбында мәнерлеп оқу онлайн байқауы және де дара тұлғаның дара жолы тақырыбында онлайн эссе байқауы және де ұстазды ұлықтау парыз тақырыбында спорттық сайыстар өткізілген болатын.